Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Биылғы жылда аяқталып келе жатыр, я? Біраздан кейін жаңа жылда келеді. Негізі алып қарайтын болсақ, әр адам өзінің осы өткен жылға қандай да бір рахметін айтып, я? Себебі 12 жылдан кейін бұл жылдың қайтып келетінін біліп, көптеген осы жылға рахмет айту керек. Келесі 12 жылдан кейін келетін жылға қандай да бір көптеген тілектер айту керек. Сен осы жыл маған сондай көп жақсылықтар әкелдің. Барлық үшін де рахмет. Келесі 12 жылдан кейін келер кезіңде маған осындай берекелерді әкел деген сияқты өзіңіз жоспарларда айтуыңызға болады. Жамандықты өткен жылға айтпаймыз. Жаман жыл деп сөкпейміз. Себебі білеміз, я? 12 жылдан кейін бұл жылдың қайтып келетінін. Сондықтан да тек жақсылықтарды айтып, осы жылды шығарып салып, әдемілікпен, сұлулықпен, сүйкімділікпен әдемі сөздерді айта келе, келесі 12 жылдан кейін келетін жылдан көптеген үміт күту керек. Егер де сіз жас болсаңыз, мектепті бітіріп жатқан болсаңыз, осы келесі 12 жылда талай жазылған армандарыңыздың орындалып, өміріңізге береке әкеліп, сондай бір шыңдарға шығатын армандарды айта жүріңіз. Себебі бұл өмір, я? Не сұрасаң да Алла тағаладан сұра дейді, я? Қазақ халқы айтады, бәтіңкенің бауын сұрасаң да Алла тағаладан сұра дейді. Сондықтан да қалам сүресіне сүйене отырып, барлығын жазып, армандап, сол армандарыңызды кейінгі 12 жылдықты қарсаларда шыңға шығаратын армандар болуына, өзіңізді сондай жоғары дәрежеде көруіңізге серт беріңіз. Себебі адам баласының жетпейтін жетістіктері болмайды деп айтады, я? Сондықтан да сіз әр жетістігіңізге жетуге өзіңізге серт беріп, қолдаушы бір Алла, мен тәуекел жасаймын, тәуекелдің тамыры тереңде, себебі ол шыңдардың биігіне шығарады деп өзіңіз армандап, армандар картасында жасап, осы жасалып жатқан әртүрлі армандар картасы сіздің өміріңізде болатынына, соның жақсылықтар әкелетініне сене біліңіз. Сондықтан да әр адам баласы өз өмірінде жоспар құра білсе екен деймін, өз өмірінің әдемі өтуіне, мәнерлі өтуіне, берекелі өтуіне, және де әр адамға жақсылық жасауға. Себебі өмірде қарымның қайтуы деген бар, я? Бумеранг деген бар. Сіз бір жақсылық жасасаңыз, ол айланып келіп, сізге 1000 жақсылық болып оралады, соны біліңіз. Қазақ халқы әрқашанда дарқан елде, дарқан жерде, дарқан көңілмен жақсылықтарды мол жасаған. Сондықтан да алтын ғасырға аяқ басқан қазақ халқы әлемдегі ең керемет елдің біріне айналуда. Оған болашақ, негізі сіздің болашағыңызда, балалардың болашағы да әрине әдемі болатынына сенім артыңыз. Негізі 25 күні армандар картасын жасап, жоспар құруыңызға болады. Болашақ ол сіздің балаларыңыздікі. Болашақ ол сіздің керемет мына өтіп кеткен, артта қалған істеріңіздің бір бөлшегі деуіңізге болады. Сондықтан да келер жылдан жақсылықтар күтіп, осы жылға рахмет айтып, көптеген жоспардар құрыңыз. Сау, саламатта болыңыз.